Ата-енесі елде жоқ кеңпейіл жандар еді-ау. Жас келіндерін оң жақтағы қыздай үлпілдетіп, әлпештеп ұстады. Мұқанның өз анасы оның 10 жасында қайтыс болып, 4 бала жетімсіреп қалған уақытта соларға шын жанашыр, мейірбан жүректі пана бола білген ниетпен атасы бәйбішесінің жақын сіңлісін алып төсек жаңғыртқан екен. Бұл қосағы Мәкен жастау адам екен. Марғуаны жылы қабылдап оң қабат танытты. Екеуі тез шүйіркелесіп, сырлас жандарға айналып кетті. Ол қысылып-қымтырылмай өз үйіндегідей емін-еркін тұрды. Келін екен деп күні кешке дейін ауыр жұмысқа салмады. Қолдарынан келгенше аялап бақты ғой жарықтықтар. Біреудің үлпершектей қызын алып келіп оқу деп үйге тоқтамаған баласының қылығы үшін өздері қысылатын тәрізді. Бірақ Марғуа күйеуінің қасында жоқтығын қаперіне де алмады. Күйеуді тіпті қажетсініп жүрген бұл да жоқ. Ол өз үйіндегіндей тиесілі ісін атқарып жүре берді. Марғуа ойлап көрсе, Құдай қосқан қосағының жолын тосуы сондай-ақ басталғанға ұқсайды ғой. Педагогикалық институтқа қабылданып 1 жылын түгесін барып, бірақ оралды емес пексапазың. Күзде оқуын жалғастыруға аттанарда Марғуаны өзімен бірге ала кетпек ойы барын айтты. Ата-енесі мұны құп алды. Тек Марғуаның өзі екі ойлы болып ұзақ толғанды. Әсіресе жолға шығар алдында қатты толқыды. Бағаналы еліне алғаш ұзатылып келе жатып тап мұндай қобалжымаған еді. Енді қорқуына жол болсын. Даланың еркін өскен баласы шаһар дегенге ол кезде үрке қарайды. Бұрын көріп білмеген жерді тосырқайды, көңілі күпті. Төркінінен шалғайға келгенде ата-анасының, аға-жеңгесінің, тіпті күйеуінің де орнын жоқтатпаған ата-енесі осы 2-3 жыл ішінде қимас балы босқан отының басын қимайды. Бір жағы күйеуінің мінезін толық ұғып, жақын біліп те кете қойған жоқ. Ол әйтеуір келіп-кетіп өзінше дүрдиіп жүрген біреу. Жас келіншегім бар-ау деп ойлап қоймайтын сияқты. Бір кетсе ұзақ қарасын көрсетпейді. Келіп кеткенде екеуі оңаша қалса, бұл өзін қалай ұстарын білмей сасқалақ шаушы еді. Кешкісін отауына барып шымылдыққа енуден қашқалақтап, ошақ қасында күйбеңдеп ұзақ жүріп алатын. Оны байқаған енесі, осы үйдің шаруасы бір саған қарап қалған жоқ. Бітпегені болса, ертеңде күн бар ғой деп итермелеп отауына кіргізіп жіберетін. Сөйтіп жүргенде енді онымен көз көрмеген, құлақ естімеген жаққа қалай бармақ? Бұл содан қаймығатындай. Осыны сезгенде тәңір жарылқаған енесі, күйеуіңнен қалма, не көрсең бірге жүр, алып кетемін деп отырғанда, бірге кет дейді Құдайдың құтты күні құлағына құйып. Жүрексіне жолға шықты. Көңілінде күмән көп. Десе де үлкендерден ірге ажыратып бөлек шыққан соң бір-біріне үйренісе бастағандай. Қаладағы тірліктер өзгеше ырғақ тапқандай. Жаңа орын, оқыған жастардың ортасы Марғуаға айтары жоқ жағын да себепті. Байқайды достарының арасында күйеуі сыйлы. Сол сыйлы болған соң бұған да ықылас ерекше. Алматы ерлі-зайыпты екеуін жақындастыра түскендей. Бірте-бірте жүректері кірмек көп күмән тарады. Bir жағын жағалай жасыл шыршалы тау көмкерген саялы бақтың ортасынан орын тепкен қала көркі Марғуаны айрықша таңырқатты. Алматының ол уақыттағы сәні қандай шіркін. Көшенің екі қапталы жайқалған тал-терек, сылдырай аққан бұлақ, сыбдыр қаққан жапырақ, алатау жотасына иек артқан күн сәулесі оның ақшаң, күміс пен айшықтай қарлы шыңдарына ойнап, ерекше шұғыла шыршады. Ертегі ел дерсің. Күйеуі сабағынан оралған соң кешкі ас суын беріп, екеуі Алматының тымық кештерінде оңаша қыдырушы еді. Қыз бен жігіт кезінде жаңа үрдіспен таныс-біліс болып қолтықтасып қыдырмағандарының үйленген соң екі жақта жүргендерінің есесін Алланың өзі толтырғандай. Махаббатқа сусарларына шек жоқтай.
күйеу екеуі жастық кешудің жұмбақ тылсымын бастан өткеріп жұлдызды аспан астында қол ұстасып ұзақ жүруші еді. Алматы түні махаббат жырынан қанып ішіп, шаттықтан бастары айналғандай қамсыз, алаңсыз шақтарының куәсі ғой. Қалай ұмытсын. Қасында Құдай қосқан қосағы, уайым жоқ. Көңілдері албырт, жүздері шат. Бақыт деген бәлкім осы шығар. Олай болса Марғұлан сол шақта шын бақыт екен-ау. Мұқанның кісілігіне күмәнданып бекер жүрексінген екен. Оқығанның аты оқыған. Сөзі сыпайы, мінезі адыр-бұдырсыз бір доға. Шошаң еткен оғаш қылығы, көңілінің бүкпе қалтарысы жоқ. Жарына ниеті адал. Бұған ешқашан мен сені малға сатып алдым, сен төмен етек ұрғашысың дегендей зәрезай пиғыл айтқан емес. Қайта мұны көтермелеп, Марғұға өзің жаңа ортада төменшік сезінбеу үшін оны жаңаша оқытпаққа талаптанды. Бұл өзі де тым қара жаяу еместін. Бала жастан мұсылманша хат танитын. Бұған күйеуі риза болып қуанып қалды. Бірақ ол білгені қазірге қадиға аспайды екен. Өзі оқитын институттың жанында ашылған сауат ашу тобына, одан дайындау курсына жаздырып бірер жыл оқытты. Марғұға ол арадан латынша оқу жазуды меңгеріп, орысша тіл сындырып шықты. Келе-келе Мұқанның үйге әкелген кітаптарын жарысып бірге оқитын әдет тапты. Ондайда күйеуі күліп, ғылыми кітапты оқып басыңды қатырып қайтесің. Мә, мынаны оқып көрші деп басқа біреуін қолына ұстата беретін. Бір жолы ұсынғанын қараса, Шұғаның белгісі деген шағын кітап екен. Бас алмай демде оқып тастап, ал кетіп жыласын. Зекеніне қосыла алмай арманда кеткен Шұғаның мұның жүрегін торлады. Оның үстіне елді жерді қатты сағынып жүргенде әлгі кітапта жазылған дүниелерден даланың иісі бұрқырап тұрғандай. Бас көтермей оқиды. Сол әдеті әдет болып қалды. Марғұға ермек табылды. Үй шаруасынан қолы қалт босай қалса, кітапқа үңіледі. Марғұға сол қысқа курсты тамамдағаннан кейін оқу деген не екенін білген де емес, оны қажетсініп іздеген де жоқ. Мұның бар институты да, университеті де күйеуі әкеліп берген әлгіндей кітаптар болды. Қалғаны тіршіліктің өз жерепті. Мұқанның студентке төленетін азды-көпті пұлы қолдарына тиген күні базарға барып керек-жарағын алады. Өзінше дастархан ұстаған әжептәуір келіншек. Бірде бар, бірде жоқ. Бірде аш, бірде тоқ жүріп күйеуі оқуын жалғастыра берді. Көңілдерінде еш қаяу жоқ. Ертеңгі күнге деген үміт пен сенімі мол. Келешектерінің жарқын болары айдан анық секілді. Ол турасында тіпті шүбәләр де жоқ. Өзіне-өзі түсінікті жағдай көрінген. Марғұға тұрмысқа шыққан соң бірнеше жыл елде тұмқаннан бөлек қалай тұрғанын деп те ойлап қояды. Енді таңертең кеткен күйеуін кешке көргенше тағатсызданып сағына қалатындай. Күйеуінің де бұған ықпалы ерекше. Көңіліне қарап қиылып тұрғаны. Жарыңның жоқ екеулерінің бір-біріне көңілдері қалтқысыз-ақ болса, одан артық не керек пендеге? Әсіресе әйелге. Мұқанның өзіне деген көңілінің кіршіксіз таза екенін түсінген шақта барлық қиындық артта қалғандай. Алдарынан тек жақсылық күтетін деді. Мұқан институтты тамамдауға таяды. Сол жылы тұла бойы тұңғышы Қайсар дүниеге келді. Институтты үздік бітіргелі отырған жарына шекесі торысықтай ұл сыйлады. Бұдан асқан Алланың сыйы бар ма? Ағыл-тегіл қуаныштарында шек жоқ. Марғұға сонда мерейі өзінен асқан әйел жоқтай асқақтады емес пе? Аңғал жастық-ай, соным асылық болды ма екен деп артынан сан мәрте ойлайды ғой. Ой, көпке дейін есімде. Артынан ол кездегі жаңа заман деп алдарынан айқара ақжол ашқандай. Бір қуаныштан соң бір қуаныш.
Институттың сол жылғы бір топ түлегін күн көрем астындағы шаһарға әрі қарай тағы оқуға жіберетін болыпты. Арасында Мұқан да бар. Кілең жүйріктер суырылып шықса керек. Білімнің келесі биігіне ұмтылып бақтарын сынамақ. Сол уақытта үкіметтің өзі мүмкіндік беріп отырғанда болашаққа үлкен құштарлықпен ұмтылған жастың қайсысы орыс елінде ежелден өнер білімнің тал бесігіне аттанған бұл көне орында оқуды армандамас еді. Бәрі де армандайды ғой. Әр көркіректе бір қиялдың жасырынып жатқаны анық. Сол қиялдың жасырынып жатқаны анық. Сол қол жетпесте арман қалаға келіп қонып тұрғанше. Оқу десе құлшынып кететін әдетіне бас Мұқан жан түсті. Алаулаған асқақ сезімдер жетегінде ол жас жарын ертіп, 10 айлық баласыменен орыс еліне қарай қадам басты. Бағыт айқын, ол ғылым жолы. Сапарларын қайырлы, жолдарың оң болғай десті қаумалаған ағайын жұрт. Қайырлы сапар болғай, талаптары шынында да игілікке бастағандай. Көңілдері алып ұшып келген жастарды көркем де көне шаһар жатсынып жатырқаған жоқ. Қайта құшағына алды. Мұқан барған бойда білім мұхитында күмп беріп бойлай түскендей. Күндіз ғұлама ұстаздардан лекция тыңдаса, кешкілік баратын жері кітапхана. Көңіл алаңдатар көлденең жайт жоқ, тек қалағанын да оқи біл. Маруа жас баламен үйде отырды. Ол жақта бұлар жалғыз еместі. Алматыда бірге оқып, бірге бітірген достары бар. Оған бұрыннан соңды оқитын қазақ жігіттері қосылды. Өздері бір қауым ел. Әр нәрсені сылтауратып, бастары жиі қосылып тұрады. Олардың бас қосуларын мәслихатты тыңдаудан Марғұға ешқашан жалыққан емес. Айтарлары өнер білім жайы, әдебиеттің әңгімесі, одан арғысы елдің қамы. Бәрінің көкейлерінде ертең ер болған соң көпке пайдамыз тисе деген ыстық құлшыныш. Шетінен шешен, өткір тілді, өрелі ойлы, мұраттары асқақ, күш-қайраттары тасқындаған сайдың тасындай кірең іріктілер өндірген өрендер. Өздері сауықшылақ, отырыстары әнсіз, күйсіз қалмайды. Кеш соңынан бәрі бірге ұлбап-шұбап қалаға қыдырады. Бұл да бір дәурен еді-ау. Қалайша ұмытқан. Ұмытқан емес-ау, тек есіне алмай кетіпті. Боз тұман бүркеген ақ түнін айтпайсың ба? Толқыны білінер-білінбестей астынан тынып ағатын мол су Нева өзенінің жағалауында ұзақ қыдырушы еді. Есіне түскені мұндай жақсы болар ма? Өмір өзенінің басындағы мөлдір бұлақта ең тынық бейбіт жылдары бұл. Бәлкім достарымен ара қатынасын кіршіксіз таза, құлай сеніскен жарқын кезеңі болған шығар. Ол тұста алдарында не күтіп тұрғанын бәрі де бейхабар еді. Мұқан білімге әбден сусағандай беріле шұқсияды. Ғылымға түбегейлі бет бұрды. Оқу жылының алғашқы тоқсанындағы үміткерлер арасында бір бәйгеге қатысып, жатақханадан орын ұтып алып еді сырбазы. Ол тіпті жатақхана деп атауға ауыз бармастай үлкен бір бөлмелі кәдімгідей пәтер болатын. Ортасында темір пеші бар, оны өздері келіп жағып беретін. Отын суы ішінде, қаланың бір шетінде пәтер жалдап жүрген бұларға көктен Тәңірінің өзі жіберген олжадай көрінді. Бұларға тағы бір қуаныштысы, сол үйдің астыңғы қабатында өздерінде жас отбасының сәбилеріне арналған балабақшасы бар болып шықты. Сондай оңды болмасы бар ма? Кішкентай Қайсарды бақшаға орналастырды. Мұқан өзі алып барады. Маруға кешкілік алып келеді. Мұқан өте балажанды еді. Сол тілеуіне орай ол жақта жігері дүниеге келді. Арқа-жарқа қуанған Мұқан достарының басын қосып айта қалғандай шілдехана өткізіп, бесік тойын жасап әре-сәре. Оның екі сәбиін екі жағына алып, Қайсарым, жігерім деп жағасы жайлау отыратын кезі болушы еді. Ойлап қараса, ол Мұқанның әкем болғанын мойында, ұрпағының өсіп-өнгеніне шүкіршілік еткен бір тұс екен ғой. Күн Көсем атындағы қалада өткерген 3 жылдары 3 күнде
тәтті түстей, әдемі елестей болып өте шықты. мұқанның оқуы түгесілсін жылы Алматыдан елге тезірек оралыңдар деген қысқа хабар келді. Сынақтарын ерте өткізген күйеуі жолға шықты. Бұлар үшеуі болып кетіп еді, енді төртеу болып келе жатты. Көрген-білгендер аз емес-ті, одан түйген ойлар қаншама. Айтып таусқысыз еді. Ал мұқанның жиған білімі ораздан қисапсыз қазынадай. Өздерінен олжаны жан жоқтай. Күйеу бойында тау қопарыларлық қуат бардай ау, жарау атты жиі шығатады. Қайда салса да бұзып жарып жағдай. Жүректері толы сенім мен үміт.